Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін қыздар демей ақ қояйын, жігіттер. Бұл расклад жігіттерге арналады. Сізді кім сағынып жүр, сізді кім ұнатып жүр, сізді шын мәнінде кім жақсы көреді, кім сізбен бірге болғысы келеді шын мәнінде. Соны көретін боламыз. Бұл расклад жігіттерге арналады, сол себепті бірінші тек қана жігітті ғана тауып аламыз. Ал қызды раскладымыздың барысында табамыз. Жігіт бұл жерде сіз бұл жерде семейный ер адам болуыңыз мүмкін. Одан кейін сіздің жаныңызда әйеліңіз бар болуы мүмкін, немесе жүріп жүрген қызыңыз бар болуы мүмкін. Ол әйел, ол қыз суыққанды, сондай сізге жәндегі өткір сөздерді, намысыңызға тиетін сөздерді айтуы да мүмкін. Бұл әйел адам, сіз мүмкін семейныйсыз деген сияқты. Семейный болмасаңыз, сіз стабильно, сондай уже әкесіз, мүмкін ажырасқан адамсыз деген сияқты. Сіз өміріңізде барлық шешімдерді асықпай ойланып қабылдайтын сондай ер адамсыз десем болады. Характеристикаңызды айтатын. Тағы сіз туралы айтатын болсақ, келесі, мүмкін сіздер ажырастыңыздар, мүмкін ажырасудың алдында шақ тұрсыздар әйеліңізбен, немесе жүріп жүрген қызыңызбен екіге айырылып кетуге шақ тұрсыздар десем болады. Енді сізді кім сағынып жүр, соны көрейік. Жігіттер, сіздерді қандай қыз сағынып жүр? Бұл жерде сізді мына бұрынғы емес, мысалы ара қатынасыңыз жақсы болмай жүрген қыз сағынып жүрген болуы мүмкін, немесе бұрынғы әйеліңіз деген сияқты, немесе өзіңіздің әйеліңіз де қазіргі сәттегі данный моменттегі мүмкін араларыңыз қазір суып кетті деген сөз. Сізден амал жоқтан кеткен әйел адам десем де болады. Және сізге ренжіген, ол көңілі қалған сізден, бірақ сізді сағынады, сізді ұнатады. Бұл жерде әйел адам өзі стабильный, мүмкін балалар да бар болуы мүмкін, мүмкін екеулеріңіздің араларыңызда балалар да бар болуы мүмкін, бірақ қазір араларыңызда арақашықтық. Мүмкін сіз оған жәндегі көп уәде беретін шығарсыз. Мен саған үйтем, мен саған бүйтем, алдағы уақытта бәрі жақсы болады деген сияқты сондай өтірік сөздер сөйлейсіз. Алдап сізді аздап өтірік сөйлейтін әдеттеріңіз де бар ол әйел адамға деген. Араларыңызда қазір арақашықтық, және бұл әйел адам сізді ұнатып жүр десем болады. Мүмкін бойдақ қыз болып та мүмкін. Мен сіздерге характеристикасын айтамын, қандай өздеріңіз пайымдап аласыздар ары қарай. Кімнің мінезіне ұқсайды, араларыңызда қандай қатынастар болды, соны айтамын, сіздер өзіңіз ары қарай түсініп аласыздар. Бұл жерде сіздердің өткен ара қатынастарыңыздағы адам десем де болады. Қазіргі сәтте араларыңызда арақашықтық, қазіргі сәтте екеулеріңіз бірге емессіздер, бірақ бұрын сіз өзіңіз ұсыныс жасаған қыз болып, өзіңіз ұсыныс жасаған әйел бірге болайық деген сияқты. Және сіз қазіргі сәтте интимдік қарым-қатынасты басқа әйелден іздеп жүруіңіз мүмкін. Именно осы әйелді іздеп емес, басқа әйелмен. Сіз бұл жерде өзіңіздің жұбыңызға, әйеліңізге немесе жүріп жүрген қызыңызға ашулысыз, жыныңыз келеді, және одан кеттім деген болды деген шешім қабылдап отырған жәндегі сезімге ерік беріп отырған сондай ер адамсыз десем болады. Сіз өзіңіз кеткен әйел адам немесе қыз сізді сағынады десем болады.
бұл жерде екеулеріңіздің мүмкін свадьбаларыңыз болған, тойларыңыз болған, жақсы кездесулер болған кезіңіз, мүмкін семьяда болдыңыздар. Міне, егер семья болмасаңыздар, семья болуға шақ қалған кезде, міне ертең үйленеміз, бір айда кейін үйленеміз, бір аптада кейін үйленеміз деген кезде айырылып кеттіңіздер ме, жоқ семья болып, той жасап, барлығын жақсы сәттер өткеннен кейін барып қазір айырылысып кеттіңіздер ме, семья болуға дейінгі дәрежеге шейін бірге болған адам десем болады сіздерде. Иә, мүмкін осымен семья болсам бекен деген сияқты сондай бойдақтар көріп отырмыз, бойдақ ер адамдар мүлде бойдақ үйленбеген вообще. Егер семья болсам бекен деген сондай екі ойлы болған, той жасап осы қызбен семья болсам бекен деген сияқты сондай ойды ойлаған ер адамдарды көріп отыру мүмкін да бұны. Оларда сондай жағдай. Ал егер бұрын семья болсаңыздар, вот именно бұрынғы әйелдеріңіз сізді сағынып жүр. Иә. Бұл жерде әйел адам сізге жәндегі бұрынғы кездеріңіз еске алады, және араларыңызда балалар болса, сол балаларды жәндегі интернет желісі арқылы хабарламалар, немесе қоңыраулар арқылы сізге баласы туралы айта ма, баласы туралы бір ақпарат жәндегі деген сияқты сондай әрекеттер айтады ма, жәндегі сізге деген жалпы интерес бар, сізге қоңырау шалады, сізбен сөйлескісі келеді, жалпы интернет желісінде сізді аңдып отырады десеңіз, аңдып отырғанда прям 24/7 аңдып отырады деп айта алмаймын, бірақ сізді қарап қоятын кездер де болады десем болады. Балалар туралы немесе сізге әңгімелер айтты, болмаса балалар жоқ, мүлде бойдақ ер адамдар көріп отырған болса, жаңағы үйленуге шейін барған қызы жақсы сәттерді мысалға интернет желілерінде, әлеуметтік желілерде суреттерін салып, сондай деген сияқты сол кездегі жақсы сәттерін, суреттерін қазір интернет желісіне салып деген сияқты сондай әрекеттер жасауы мүмкін да, сіздің жәндегі ойыңызды өзіне қарату үшін. Тағы және сіздерде бұл жерде өздеріңіз өз еріктеріңізбен ажырасып кеткенсіздер, екі жаққа кеткенсіздер, қыз жігіт болсаңыздар да екі жаққа өз еріктеріңізбен кеткенсіздер, бірақ бұл жерде екеулеріңіз негізінде бір-бірлеріңіздің кеткілеріңіз келмеген, және осы ара қатынасты сақтап қалуға тырысқансыздар да баяғыда да, бірақ ештеңе шықпағаннан кейін әркім өз жолымен кеткен деген сөз. Бірі өз жолымен болса, бірі өз жолымен. Данный моментте қазір екеулеріңіз араларыңызда ара қашықтық десем болады. Иә, жігіттер өздеріңізді кім сағынып жүргенін примерно өздеріңізді ұққан шығарсыздар. Өздеріңіздің қандай қарым-қатынас болған адаммен сізді кім сағынып жүргенін соны айттым. Енді өздеріңіз пайымдап, ары қарай өздеріңіз де іштеріңіз біліп отырған шығар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, кімге тура келді. Және подписаться етуді де ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.